Сіздерме достар, бүгін біз 683 есепті шығаратын боламыз. Ертедегі есеп. Ежелгі грек математигі Пифагордан сіздің неше оқушыңыз бар деп сұрағанда, ол менің оқушыларымның жартысы математиканы оқып үйренеді, ширегі табиғаттануды оқып үйренеді, ал 7-ден бірі уақытты үнемі ойланып отырып өткізеді. Қалғаны 3 қыз деп жауап беріпті. Пифагордың неше оқушысы болған? Біз бұл есепті шығару үшін осындай сызсамыз. Барлығы x белгісіз. Енді олардың математикамен шығаратындары 2 бөлінген x математикамен оқып үйренетіндері. Ал ширегі x бөлінген 4, яғни бұлар табиғаттануды оқып үйренеді. Ал ойланып отырып үйренетіндер 7-ден бірі, яғни 7x ойланып отырып үйренетіндер. Ал қалғаны 3 қыз. 3 қыз. Біз теңдеу құрып шығарамыз. X тең болады. 2 бөлінген x қосылған 4x қосылған 7x қосу 3. Бұлардың ең кіші ортақ еселігі 28 болады. 28-ді 2-ге бөлсек 14 болады. 28-ді 4-ге бөлсек 7 болады. 28 7-ге бөлсек 4 болады. Қосу 3. X тең 28 14 x қосылған 7x қосылған 4x қосылған 3. Енді жазамыз 28x 28 жазамыз, бөлімне азайтамыз. 28-ден 25x-ті тең болады 3. 28 3x, 28-ден 3x-ті тең 3 болады. X табу үшін 3-ті 28-ге көбейтеміз. Бөлімне 3-ті жазамыз. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, x тең 28 болады. Тексеріп көрсек, біз 14-ке қосамыз 7-ні. Сосын қосамыз 4-ті, сосын 3-ті қосамыз. Сонда 28 шығады. Жауабы Пифагордың 28 оқушысы бар.